Менің атым Олег, және мен қайдан ақша табуға болатынын іздедім. Мен әскерден келіп кез келген жұмысқа тұруға дайын болдым. Мен номер 7 мектепке күзетші керегін оқыдым. Мен сол жерге бардым, және мені бірден жұмысқа алды. Мүмкін менің жақында әскери қызметімді білген шығар. Ал айлық болса көп болды. Тіпті басында өтірік деп ойладым. Бірақ директор айлық хабарландырудағыдай болады деп айтты. Мен ойланбай келістім. Менің міндетім түнде мектептің ішін сыртын күзету болды. Үйде жатқанша сол күні өз міндетімді атқаруды шештім. Күдікті заттар сол күні басталып жатты. Мен астында 1-ші қабатта болып, жоғарғы 2-ші қабатта біреу жүгіретін естідім. Дәліз ұзын болғандықтан анық еститінмін. Мен бұл бұзақыны ұстаймын деген үмітте фонарикпен барлық сыныпты аралап шықтым. Бірақ нәтижесіз болды. Камераларда дым көрсетпеді. Келесі күні бұл жағдай қайттан қайталанды. Мен сол кезде бірақ жылаған дыбыс естідім. Тура әйелдің жылауы. Бір немесе 2 қабат биіктікте мен дубинка мен фонарикті алып үстіне бардым. Жылағаны тоқтамады. Мұнда кім бар? 3-ші күні барлық жерде жарық өшіріп тастады. Және сақтандырғыш жарығы болар. Ал олар жертөледе болатын. Осы көрген мен естігендеріммен кейін ұзаққа барғым келмеді. Дубинканы қатты ұстап фонармен қорғанып тоқ қосатын жерге бардым. Мен подвал есігіне келгенде біреу тұрғанын сездім. Мен оны ақырын аштым, және тағы біреу маған астында қарап тұрғанын сездім. Ал тоқ қосатын жақын болды, дәл түсетін жерде. Мен тез тексеруге тырыстым, бірақ бәрі дұрыс болды. Біреу немесе бірдеме осы мектепте жүреді. 3-ші күні мен мектептен шығып кеттім, және күзетшілер неге көп айлық алатынын түсіндім. Олар бұл жерде бірнеше күннен кейін қашып кетеді.